Сәлем достар, сіздермен Азиза. Егер де үйлеріңізде кішкене қатыңқыраған нан болса, немесе кішкене желінбей қалған нан болатын болса, оны лақтыруға асықпаңыздар. Оны мен сияқты мини пицца қылып тастаңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Ол үшін бізге шұжық, қызанақ, нан, ірімшік және де майонез бен кетчуп қажет болады. Алдын ала нанымызды осылай ұзынша қылып турап алдым. Енді оның бетіне осы майонез бен кетчугімізді бірге салып, жақсылап араластырып аламыз да, оны осылай нанымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Енді алдын ала туралған шұжықтарымызды да осылай бетіне салып шығамыз. Мен бір нанға 2 шұжықтан салдым. Осылай шұжықтарымызды салып шығамыз. Яғни колбасамызды, содан соң осылай ұзынша, яғни дөңгелектеп туралған қызанақтарымызды осылай оның бетіне қойып шығатын боламыз. Содан соң алдын ала үкіштің ең үлкен көзінде өткізілген ірімшіктерімізді олардың бетіне салып шығатын боламыз. Ол піскен кезде өте керемет болып, сондай ірімшіктері созылып, дәмін келтіретін болады. Ірімшікті міндетті түрде салыңыздар. Енді оны қызып тұрған пеште 180 градуста бар болғаны 10 минуттай ұстап аламыз. Сонымен біздің 10 минутта жасалатын мини пиццамыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.